Мына кеудешемді де алсам болады екен. Сәлем, Изабелла, мен жиналып болдым. Мәссаған, сен мынаның бәрін саяхатқа алмақшысың ба? Иә, ең керек деген заттарды алып жатырмын. Мына айнасыз ешқайда бара алмайсың ба? Ең керегі осы ғой, иә? Мүмкін ол жерде айна жоқ шығар. Онда не істеймін? Иә, ештеңе істей алмайсың ғой. Киіне де алмайсың, тісіңді де тазалай алмайсың, тамақ та жей алмайсың. Луиза, мені мазақтағаныңды қой. Керісінше, Изабелла, біріншіден, қазіргі таңда барлық жерде айна бар. Екіншіден, бұл артық жүк. Ал үшіншіден, саяхаттау ол жаңа нәрселерді көріп білу. Қарашы, қаншама керек емес зат алып жатырсың. Ол саған солай көрінеді. Міне, мына толған ойыншық не керек саған? Мен оларсыз ұйықтай алмаймын. Біреуін ғана алсаңшы ең жақсы көретінін. Бесеуін бірдей не істейсің түсінбеймін. Бірақ олардың бәрі менің сүйікті ойыншықтарым. Мүмкін сен үйіңде қаласың. Барлық заттарыңды бірге алып барайын деп жатырсың. Көшейін деп жатырсың ба? Луиза, бұл заттар мен үшін маңызды. Мен оларсыз ешқайда шыға алмаймын. Жарайды, айнаны үйде қалдырайын, бірақ басқасы маған керек. Мен де айтып тұрмын ғой, үйде қала сал деп. Қыздар, не болды? Линда тәте, қараңызшы, Изабелла қанша зат алайын деп жатыр өзімен бірге. Қызым, егер сен мына заттардың бәрін алатын болсаң, саған бір сөмке емес, 5 сөмке керек болады. Оның бәрін қалай алып жүрмексің? Мен оны ойламаппын. Сосын, сендер тек 3 күнге бара жатырсыңдар, ал сен киімді толтырып алыпсың. Егер сен күніне 2 рет киінсең де, мына киімдерің артық болады. Оны да ойламаппын. Балалар, бүгін біз тізбек бойынша есептер шығарамыз. Ол үшін сендер ыңғайлы отырыңдар. Ыңғайластыңдар ма? Балалар, менімен бірге ілесіп отырып жазсаңдар да болады. Ол үшін қаламсабымыз бен дәптерімізді дайындап аламыз. Жақсы, қаламсапты да дұрыстап үйренеміз. Кәне, бастаймыз ба? Ал, кеттік. Бірінші бізде балалар қандай сан жазылып тұр шеңбердің ішінде? 3 деген санымыз. Дұрыс. 3-ке 1-ді қоссақ неше болады балалар? Кәне, бірге ойланайықшы. Дұрыс балалар. 3-ке 1-ді қоссақ 4. Жауабын шеңбердің ішіне жазамын. Келесі 4-тен мен не істеуім керек? Кәне, қараңдаршы балалар. Дұрыс, азайтуым керек. Нешені азайтамын? 1-ді. 4-тен 1-ді азайтсам 3. Оны да шеңбердің ішіне жазамын. Менімен бірге ілесіп жазып отырмыз ба? Үлгердік пе? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі 3-ке мен енді 2 санын қосамын. Кәне, бәріміз бірге ойланайық. 3-ке 2-ні қоссам неше болады? Иә, 5 болады. Жақсы балалар. 5-ке 1-ді қосамын. Ол сендерге оңай деп ойлаймын. Жауабын тез таптыңдар. 6 болады жауабы. Балалар, қараңдаршы, біз тізбек бойынша амалдарды орындадық. Жақсы бар. Енді біз неше амал орындадық? Кәне, бірге санайықшы. 1 амал, 2, 3, 4. 4 амал орындадық. Азайту және қосу да бар. Енді балалар, келесі тізбекке қараймыз. Қандай сан жазылып тұр? 4 саны. 4-тен 1-ді азайтамын. Кәне, бірге ойланайық. Бірге жауап берейік. 3. Шеңбердің ішіне жазамын. 3-тен 1-ді азайтамын. 2. Жақсы балалар. Кәне, қаламсапты дұрыстап отырмыз ба? Дұрыс жаздық па санды? Өздеріңді бір тексеріңдер. Енді 2 санын 2-ге қосамын. 4. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді 4-ке 1-ді қосамын. Неше болады? 5. Жақсы балалар. 5-ті әдемі жазамыз. 5-тен 2-ні не істеймін балалар? Қараңдаршы, қандай амал орындаймын? Дұрыс, азайту амалын орындаймын.
5-тен 2-ні азайтсам, жауабы менде 3 болады. Жақсы балалар, дұрыс жаздық па? Жауабымыз дұрыс болдық па? Бір тексерейік, жауабымыз дұрыс па? Бір тексерейік. 4-тен 1-ді азайттық, 3 болды. 3-тен 1-ді азайттық, 2 болды. 2-ге 2-ні қостық, 4. 4-ке 1-ді қостық, 5. 5-тен 2-ні азайттық, жауабы 3 болды. Балалар, менімен бірге жаздыңдар ма? Менімен бірге үлгердіңдер ме жазып? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді менің жауабыммен өздеріңнің шығарған есептерінің жауабын бір тексеріп, бір қайталап шығыңдар. Жақсы балалар, тамаша. Демек, біз 5 ойыншықтың ішінен біреуін қалдырдық. Қыздар, сендерге жиналуға оңай болу үшін заттармен бірге математиканы да қайталаңдар. Мысалы, бір ойыншыққа 3 көзілдірлікті қосамыз. Төрт зат шықты, бірақ 2 көзілдірлік артық болғандықтан оларды азайтамыз. Бар жоғы 2 зат қалды. Керемет, енді мен 2 көйлекке қосамыз 3 көйлекті және де 1 әтірді. Барлығы 6 зат болды. 1 әтірді алып тастаймыз, себебі ол керек емес, және 3 көйлекті аламыз. Сонда 2 зат қалды. Оған 1 жылы кеудеше қосамыз және 1 аяқ киім. Барлығы 5 болды. Міндетті түрде ұйықтағанда киетін киімімді аламын, сосын мына белдемшені аламын, сосын мына кеудешемді аламын. 5 қосу 3 тең болады 8. Иә, менің құрбым енді түсініп келе жатырған секілді. Қыздар, жарайсыңдар. Бәрі жақсы болып келе жатыр. Демек, ыдысты алмаймыз. Өзіммен бірге тарақты, суға түскенде киетін киімді және мына аяқ киімді аламын. Барлығын мына сөмкеге саламын. Себебі мына чемодан артық болады. Изабелла, жарайсың құрбым. Бұл ісің бізге ұнап жатыр. Енді өзімен бірге шаш бұйралағышымды, боянатын заттарды және шаш кептіргішімді аламын. Не, қорқып кеттің бе? Ойнап айтамын. Жарайды, саналды. Білесің бе? Біздің саяхатымыз керемет есте қаларлықтай болатын секілді. Тезірек ертең болса екен. Достар, ал сендер саяхатқа шығып көрдіңдер ме? Сендердің саяхаттарың қалай өтті? Бізге жазуды ұмытпаңдар. Ал достар, қане жүріңдер шай ішіп, үйімізге тарайық. Ертең ерте тұру керек.